ақылды, мейірімді, еңбекқор, салмақты. Сіз өте көңілді анасыз. Мен қамқоршымын, мен көркемін, сыпайымын, инабаттымын. Сіз өте керемет жансыз. Ақылдымын, мен сұлумын, мен тәртіптімін, мен белсендімін. Сіз керемет қанасыз. Өзіме мен қызметім. Қыз ақылды, мейірімді, алды, шапшаң. Сіз өте мейірімді жансыз. Мейірімді, ақылды, инабатты, сұлу қыздарым бар. Білімді, әрі қамқоршы. Өте қамқор анасыз. Енді сіздерге мынандай ана ұсынғым келіп тұр. Бұл жерде өздеріңіздің балаларыңызға арнап мақтап тілек айтып, тілек жазасыздар. Жаңа өздеріңіз кеттіңіздер ғой. Енді сіз өздеріңіз балаларыңызға арнап жазасыздар. Жалпы балаларымызға ма? Апай, мына жерден бір сұрақ алыңыз да. Сұраққа жауап беріп отырыңыз. Бір жүрекшені алыңыз. Балаңыздың сүйіктасы қамқор бола біледі, тіл алғыш, ортада ұйымшыл. Сұрақ алайын ба? Сұрақ алып жауап беріп отырыңыз. Балаңыз спорттың қай түрін ұнатады? Мен балам күресті ұнатады, соған қатысады. Жарайды, керемет. Бір сұрақ алып жауап беріп Сынып жетекшісінің бұл аты жөні дейді. Фамилияны тіпті маған кім? Ой, бұл яқ болды ма? Соны керек аты жөніңізді тек қана неден ғана андай қылған екен дейді. Сынып жетекшісінің аты жөні Мыңбаева Раушан Сайлаубекқызы. Жаз, мейірімді, жазсай мен қолым. Мұғалімге берейік. Негізі мұғалімге ата-аналар. Біз күнде жазып жүрміз ғой. Мейірімді, еңбекқор, көркем, тәрбиелі, Не теріс қарап отырсың? күйдіреді ғой бұлар мен. Ерек. Біздің жетінші сыныптың оқушылары, балдары, біздің балапандарымыз өте мейірімді, мақтаншақ деп қойдық. Еңбекқор, епті, көркем, кішіпейіл, көпшіл. Тәрбиелі, тәртіпті, ерекше, елтезек деп қойдық. Содан парасатты. Керемет. Енді сіздерге әр нәрседе бір сурет қойылса, негізі ол мағынасы міндетті түрде болу керек. Сіздердің суреттеріңізде қандай мағына жатыр? Ананың алақаны. Жүрекшелеріңіз? Жүрекшелерде жаңағы Махаббат. балаға деген махаббат. Ана күнде нұр Жарайсыздар, керемет. Өте тамаша. Бесік, міне, тәрбие тал бесіктен басталады. Фундаменттен басталады, өте басқа қаланады ғой негізі барлық нәрсе. Содан кейін бізде міне, ата-ананың жууы, отбасы бірінші ата-ананың жууынан басталады. Мейірімділік, сүйіспеншілік, адамгершілік, осы қасиеттер болу керек. Отбасы жууы, ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі, міне. Отбасы махаббаты, содан кейін. Керемет. Өте тамаша. Сіз маған қарайсыз, мен тыңдап жасаймын, сіз арада қалай үйретесіз балаларға? Мен мұғаліммін, сіз оқушысыз. Қарамайсыз қалғандарыңыз.
Не көрсетті сізге? Аяғыма енді байқаушы апайлар сіздер не көрдіңіздер? Енді қалай қателесті, қалай кім қателесті, оқушы ма? Сіздерге мен айттым ғой, мен мұғаліммін, мен көрсетушімін, бағыттаушымын. Оқушы қателесті. Бірінші оқушымыз қалай болды? Жақсы болды. Екінші оқушымыз орташа. Шарасы кішкене. Сіз арада сол бұлабайды көргені алды болса, иә. бұлабайды істеген мына абай істеді. Жоқ, істемеді. Жоқ. Енді қараңыздар, бұл жерде не бар назарда? Мен мұғалім бірақ айттым, бір оқушыға айттым, ол бірақ қағып алды, келесі оқушыға жеткізе алмады. Негізінде келесі оқушы ол үйде сіздер қарайсыздар ғой, мысалы айтып өтсем, қарайсыздар ғой сіздер. Апайдан қалай есепті шығарды немесе қалай оқыды деген кезде сізге мына оқушы дұрыс сәл түсіндіре алды. Ол түсіндіре алмай қалған оқушы ары қарата мүлдем түсіндіре алмай кетті. Енді сіздер бұдан не дейсіздер? Сізге айттым, сіз анасыз дедім, сіз балаңызға қамқорлық жақсы көрсете аласыз, бірақ өздеріңізден көрсете аласыз. Себебі сізге міндетті түрде мұғалімнің көмегі керек. Балаңыздың өсіп жетілуіне. Мұғалімдердің көмегі. Өзі айтып жатыр. Жоқ, мен шығарып неғып отырмын. Жоқ, сол мен қазір мысалы Қиын, біреудің оқымайды деген мағынада бұны айтып көрді. Ана, бұл күн анамыз бұл, ал шуағына ата-аналарымыз балаларына қандай шуақ шашатынын жазған екен. Керемет сөздер жазған екен. Осылай күніміз нұрын шашып тұр.